Ассаламу алейкум, сіздермен аяла тәттілері. Бүгін өте жұмсақ, үлпілдек күлше нан жасаймыз. Бұл рецептпен сіздер бауырсақ, булочка, пирожки жасасаңыздар да болады. Жылы суымызға жылы сүт, сары май, 82-де немесе 72-де 5% болғаны жақсы. Дрожь, тұз және қант салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 2 бөліп салсаңыздар да болады. Сол кезде біздің қамырымыз біркелкі болады. Қолмен немесе осындай лопаткамен араластырамыз. Біздің қамырымыз біркелкі бол керек. Осылай екінші бөлігін салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осылай сәл қолға жабысып тұрғаны жақсы. Үстіне 2-3 ас қасық сұйық май қосып, қамырды илейміз. Үстіне пакетик немесе пищевой пленкамен жауып, жақсылап орап, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз күшті ашыды. Қамырымыз 2-3 есеге үлкейді. Осы шыққан қамырымызды 120-150 граммнан бөліп, домалақтап қоямыз. Домалақтаған қамырымызды противенге салып, үстіне тағы да пакетикпен немесе пищевой пленкамен жауып қоямыз. 10-15 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Міне достар, біздің қамырымыз тағы да 2 есеге көтерілді. Енді осыны формасына келтіреміз. Үстіне осылай вилкамен тесіп шыққаныңыздар да болады. Сары уызымызды жағып, қалауыңызша күнжіт сепсеңіздер де болады. 180 градус қызып тұрған пешке 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің өте жұмсақ күлше нандарымыз дайын. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алла қаласа алда әлі өте көп рецепттер шығады. Осы рецепттен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.